бүгін біз күндер және уақыт деген сабақты үйренеміз. Бұнда біз бүгін аптаның қай күні деген сұраққа жауап беруді және қазір сағат неше деген сұраққа жауап беруді үйренеміз. Ол үшін алдымен аптаның күндерінің аталуын үйренейік. Қытай тілінде аптаның күндері синчи деген, апта деген сөздің соңына біздің үйренген сандарымызды қоссақ қана болғаны. Аптаның, мәселен, дүйсенбі десек шинчи, сейсенбі десек шинчи ар, сәрсенбі шинчи сан, бейсенбі шинчи сы, жұма шинчи ву, сенбі шинчи леу, жексенбі өз атауы бар, шинчи тен, оған шинчи чи деп айтпаймыз, шинчи тен немесе шинчи жы. Онда маған ілесіп оқыңыздар. Шинчи и, шинчи и, шинчи ар, шинчи ар, шинчи сан, шинчи сан, шинчи сы, шинчи сы,星期五，星期五，星期六，星期六，星期天，星期日。Осылай аптаның 7 күнін осылай айтамыз. Енді бүгін аптаның қай күні демекші болсақ, 今天星期几деп сұраймыз. 今天星期几. Бұнда 今天бүгін деген сөз. 星期апта деген сөз. 今天星期几. Бүгін сәрсенбі. 今天星期三. 今天星期三. Қайталаймыз. 今天星期几. 今天星期三. Ал сағат пен минутты көрейік. Қытайша сағат деген сөзді диен деп айтады. Диен. Үшінші тон. Диен. Диен. Жарты дегенді пән. Пән. Минут дегенді фін. Фін. Бірінші тон. Мяу. Секундты мяу дейміз. Үшінші тон. Маған ілесіп оқыңыздар. Диен, диен, пән, пән, фін, фін, мяу. Түсіп қайта өрлейді. Мяу, мяу. Диен, пән, фін, мяу. Ал мысалдарды көрейік. Бұнда қазір деген сөзді сен, цәй деп айтамыз. Сен, цәй, сен, цәй. Екеуі де 4-ші тон. Сен, цәй. Төмен қарай. Сен, цәй. Қазір сағат 3. Сен, цәй, 3点. Сен, цәй, 3点. Қазір сағат 4:30. 现在4点半. 现在4点半. Қазір сағат 7:15. 现在7点15分. 现在7点15分. Қайталаймыз. 现在3点. 现在4点半. 现在7点15分. Диалогтарды көрейік. Қазір сағат неше? 现在几点? 现在几点? 现在8点半. Қазір сағат 8:30. 现在8点半. Бүгін аптаның қай күні?
今天星期几今天星期几бүгін дүйсенбі今天星期一бүгін жексенбі болса今天星期天немесе今天星期日деп айтамыз. Ал маған ілесіп және қайталаймыз. 现在几点现在8点半现在星期几今天星期几今天星期几бүгін әпкенің қаншасы今天星期一ал енді апта күндерін жаттап алуымыз керек. Сағат неше сұрағына 5 түрлі жауап жазып үйренуіміз керек. Аман сау болыңыздар.